Mening atım Adilkan. Domra жасаудың, домра ойнаудың мұрагері болып жалғастырдым. Әзірге шейін сол кәсібіммен шұғылданып келе жатырмын. Домбыра енді жүрегінде милләттің өзінің мәдениетінің ашқышы дейміз. Мен 59-жылы театрға кірдім, биге де қатынастым. Кейін биден шығып, оркестрге, бүйөдүйге. Музыка қалмысқан мана ұсталар мені домбыра жасауды үйренсе болады екен, осы бала деп мені қой бермеді. 62-63 жылдардан бастап домбыра жасаумен ұстаздардың тәрбиесімен әр ұлттың музыкаларын жасауға кірістім. Мынау ұстамыздың, ең үлкен ұста. Оның кейінгі ұста, мынау және ұста, мынау Үйгірзуды ұста, мынау Ханзусы бұл, Лейінші, мынау мен, мынау және бір ұстамыз. Көбірек менің ұстаздарым домбыра жасауды үйреткеннен кейін, уақытымның көбін домбыра жасауға жібердім. Міне, от салып, мынаған қыздырып алып, мынаны суға қойып, суға салып, соның кейін үйдеп иеміз. Соның еген уақытта бір-біріне мына шанақтарды құрастыру. Бір күнде сол таңертеңнен кеш батқанша. Мен сол әр милләттің музыкасын жасаймын, әм ойнаймын. Бұл жерде тұрғандар әр милләттің музыкалары.我们结婚就是1968年，那个时候他就是给我弹，我喜欢唱歌，他弹冬不拉。反正我们店里从小一出生开始看到爸爸一直不停地做冬不拉，爱好，早晨早的做那个做冬不拉的那啥，然后中午就过来吃一点东西又做，晚上过来就又写书呀那些。Müzik aspaptарын жасаумен шұғылданғаннан кейін өзім қызықтым. Содан бері қаратай жасап келе жатырмын. Әзірге шейін сол шәкірттеріме жалғастырып, шәкірттер тәрбиелеп, үздіксіз осыны жалғастыруға болмайды. Ұқпайтын адамдарға домбыра мынандай болады деп чертіп көрсетіп, жасауды көрсетіп, соны мен ұқтырамыз. Мен осы менің 3 кітап жаздым. O kitaptың ішінде домбыраның жасаудың өлшемі, пердесі, барлық нәрселері. Енді кейінгі ұрпақтарға, кейінгі халқымызға, мемлекетімізге мұра болсын деп жазып жатырмын.